Барлығына сәлем, және де бұл Хаги-Ваги да сіздерге сәлем айтып жатыр. Соңғы кездері жиі айтылып кеткен Хаги-Ваги ойыншық туралы айтатын боламыз. Ол не? Қайдан шыққан ойыншық? Ойнауға болады ма? Зияны неде? Және неге сатылымнан алып тастау керек бұл құбыжықтарды? Деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Біріншіден, Хаги-Ваги деген не? Бұл ойыншық. Жай ойыншық емес, құбыжық ойыншық. Орысша айтқанда монстр. Осы ойыншықты балабақшадағы баладан зейнетақы алатын үлкен адамдарға дейін барлығы біледі. Бағасы базарларда 1300-ден басталса, магазиндерде 15-20 мыңға дейін барады. Хаги-Ваги деген кім? Ол Poppy Playtime атты компьютерлік ойыннан шыққан персонаж. Енді осы ойыншықтың сырт келбетіне мән берсек, қолы аяғы ұзын, үсті басы шаш, екі көзі бақырайып шығып тұр. Еріндері қызыл, және де бұл ойыншық күліп тұр. Жай күліп тұрған жоқ, үшкір түстерімен зұлым түрде күліп тұр. Бұл ойыншықпен кімдерге ойнауға болады? Осы жерде жазылып тұр. 3 жастан асқан балаларға арналған тоқымалы материалды жұмсақ ойыншықтар. Құрамында тек қана тоқыма бар екен. Өндіруші елі Қытай. Және де ең маңызды сұрақ, қорқынышты ойыншықтарды балаларға беруге болады ма? Баланың психологиясына зиян емес па деген сұрақ. Менің ойымша, сатып алып беруге болады. Бұнда тұрған не бар? Әрине, Хаги-Ваги әдемі жұмсақ қоян емес, бірақ зияны да жоқ сияқты. Кейбір балалар қорқуы мүмкін. Қорқса, оларға бермей қою керек. Ал менің ойымша, мен күнделікті осы ойыншықтарды сатқандықтан мен сатпаймын. Сатқандықтан деген өтірік болып кетті. Мен балмұздақ сатамын, мен қасымдағы кісі сатады. Мен қасымда бір кісі сатады, балалар одан өте мәз болып, о, Хаги-Ваги деп алады. Қорқып жатқан бала жоқ. Ал енді бұл зұлым ойыншық қой дегендерге әр ертегіде жақсы да жаман да кейіпкер болады. Ал бұл ғана жай ғана ойыншық. Көп балалар бұдан зұлымдықты көрмейді де, зұлым деп ойламайды. Балаларға тек қана бұл әдемі жұмсақ ойыншық. Ойынға бүйтіп асып алатын. Ал осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Біз сау болыңыздар.